Қармақшы ауданында қауіпсіз тағам таңда тақырыбында 2 айлық акция өткізілуде. Шараға Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті, Ұлттық сараптама орталығы, шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, Қызылорда облысы бойынша филиалы Қармақшы аудандық бөлімшесінің басшысы Алпысбай Серкешбаев, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің, Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің, Қармақшы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының бөлім басшысы Гүлназ Медеуова, сарапшы мамандар Шайманова Шолпан, Амантаева Гүлзира, Қасбаева Мақпал қатысып, акция барысында тұрғындарға азық-түлік, жеміс-жидектер, көкөністер алған кезде орындалатын санитарлық талаптарға тоқталды. Тағам өнімдерінің сапасын анықтауда экспресс әдістерді қолдануда. Оның ішінде заманауи құралдардың нәтижесі жоғары. Жеміс-жидек, көкөніс, бақша өнімдері құрамындағы нитрат көлемін анықтауда нитрат тест құралы қолданса, ал хайлайт құралымен тағамдардың бактериологиялық ластануы тексерілді. Акция барысында арнайы топ өкілдері кенеттен бактериологиялық зерттеулер жүргізді. Көпшілік күмәнсіз тұнып жүрген тағамдардың құрамының да қалыпқа сай емес екенін біліп, таң қалысты.